Адамдарға не болған қазір? Сіздер байқайсыздар ма? Қазір адамдар өте қатыгез болып баратыр негізі. Біз өзіміз байқамаймыз, бірақ сондай болып жатыр негізі. Туысқанмен туысқан араласпаймыз бір-бірімізбен. WhatsApp'та чатпен ғана сөйлесеміз. И то сөйлесетіндер бар, сөйлеспейміз да ғой. Білмеймін енді неге олай білмеймін, бірақ арада қарым-қатынас жоқ. Ағайын, бауырдың, туғандар бір-бірімен араласпайды. Араласудан қалдық негізі. Жұрдаймыз. Өзі бір әулетте бір-екі адам әулетті бір-біріне жақындастырып, бір-біріне тартып жүретін адамдар болады. Ал кейбір әулетте мақұрым, жоқ ондай адамдар. Бәрі өзінің бір круг, кішкентай бала-шағасын, өзінің баласын, өзінің келінін, өзінің несін алып жүріп болды. Ең жақсысы, бір жақсы қиын жағдайда туысқандар табылады, қиын жағдайда. Бірақ қиналған кезде қуанышта табылады. Құдай сақтасын, өлім жітім болып отқан кезде келеді. Бірақ барынша қарым-қатынасымыз үзілді негізі. Мен оны кесіп айта аламын. Бір-бірінің үйіне, көршінің үйіне смело кіретіндей. Ондай заман қайтып келсе ғой шіркін. Әкелеріміз баяғыда, ана үлкен үйге барып көмектес, ана үйге барып көмектес деп жібергенде жүгіріп кететін едік та. Қазір балалар қайтып көрші, никогда істемейді ол. Өзінің выгодасына ғана істейді. Басқа жайдан жай қазіргі балалар ештеңе істемейді. Соны ойланайықшы ағайын, бір-бірімізге деген ағайын туыс қарым-қатынасымызды дұрыстайықшы. Әр қазағым